Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Граница фильмі. Францияда митинг болуда. Халық жаңадан сайланған кандидатқа наразылық танытып, көшелерде өрт ұйымдастырып, әскерлермен төбелесуде. Бұл аласапыранды пайдаланып, 5 дос Том, Фарид, Алекс, Сами және оның қарындасы Ясмин ұрлыққа түседі. Қашып келе жатып, олар арттағы полицияларға оқ жаудырады. Атысамыз деп өздері кішігірім жарақат алды. Қауіпсіз жерге келгенде қылмыскерлер арасында дау туды. Бұл жерде біз Ясминнің Алекстен жүкті екенін білеміз. Қыз аборт жасауды қалайды, себебі екеуінің ара қатынасы мәңгіге үзілудің сәл алдында тұр. Топ бөлініп Парижден қашуды шешті. Том мен Фарид қонақ үй тауып түнеу үшін шекара жаққа қарай жол тартты. Ал Ясмин мен Алекс жараланған Самиді ауруханаға апармақ. Самидің ауруы ушығып барады және ауруханаға жеткенде тірі қалу екіталай екенін түсінеді. Ол қарындасымен қоштасып, өтінем, аборт жасай көрме деп ең соңғы сөзін айтып көз жұмады. Ағасы өлгесін қыз аурухана күзетшілерінен қашып, көліктегі Алекске келеді. Сосын екеуі Том мен Фаридтің артынан кетеді. Бұл уақытта Фарид пен Том жападан жалғыз тұрған қонақ үйге жолықты. Жігіттер ұрланған ақшаларын алып, ішке кіреді. Кіре берсе оларды Гильберта мен Клаудия есімді екі қыз күтіп алады. Қыздар үйде бос бөлмелер барын айтып, құшақ жая қарсы алды. Жігіттер үйдің тағы бір қожайынымен кездесті. Бұл Гьотс. Азғантай спирттен ұрттап, Том қыздардың біріне қырындай бастады. Қызда бұған қарсылық танытпай, екінші этаждағы бөлмеге шақырады. Фарид басында қарсылық танытты. Алайда нәпсісін ұстай алмай, ол да кетеді. Төртеуі уақытты қызықты өткізді. Бұл уақытта Ясмин қонақ үйдің мекен жайын білу үшін жігіттерге соғуда. Алайда оның қоңырауын көтерген жоқ. Фарид пен Том кешкі асты қонақ үй қожайындарымен бірге ішті. Олар қонақтарға өздерінің отбасылық ерекше тамақтарын құйып берді. Томға еттің дәмі қатты ұнады. Отбасы аналарына тамақ берді. Әйел жегісі келмесе де күштеп жегізеді. Бұны көрген Фаридтің жүрегі айнып бөлмесіне кетеді. Том Гильбертаны қайтадан жоғарыға шақырады. Бірақ қыз бас тартты. Сол кезде Том ашуланып қыздарды жезөкше дейді. Сосын ол да бөлмесіне кетеді. Жоғарыда жігіттер достармен байланысқа шығып қонақ үй туралы ақпарат береді. Бірнеше минуттан соң Фарид пен Томның бөлмесіне отбасының тағы бір мүшесі Карл кіріп келеді. Ер адам екеуінің қайдан келгендерін, Гильберта көрген бір сөмке ақшаны қайдан алғандарын сұрайды. Жігіттер үндемегесін Карл қаруын шығарып, сұрағын қайталайды. Том қашу керектігін түсінді. Сондықтан бірінші боп шабуылдап, Карлды ұйықтатады. Екеуін төменде Гьотс күтіп алды. Ол жігіттердің бірін қанша ұрды. Сосын есін жиып, төменге түскен Карл Томның саусақтарын атып тастайды. Фарид болса қайша алып, Карлды жаралайды. Екі жігіт әрең дегенде үйден шықты. Көлікке отырып қашпақ болады. Ашулы Гьотс үйден шығып, екеуін қуып жету үшін көлігіне отырды. Көп ұзамай қуып жетіп, жігіттерді ескі шахтаға құлатады. Бұл уақытта Клаудия жігіттердің телефонын алып, көптеген документтер мен түрлі заттар тұрған бөлмеге әкеліп тығады. Демек, Том мен Фарид олардың қонақ үйіне келген алғашқы адамдар емес. Жігіттер қорқынышты жол апатынан тірі қалды. Олар көліктен шығып, шахтаны зерттеуге кетеді. Кішкенеден соң жол бітеді. Тек кішкентай туннель ғана бар. Жігіттер туннельдің ішінде және бір жарықты көреді. Екеуі бөлмеге тап болды. Том шықпақ болғанда, Ганс есімді отбасының тағы бір мүшесі пайда болып, басынан ұрады. Сосын оны тартып шығарып алады. Ганс Фаридті де шығармақ болды. Алайда жігіт қарсы тұрып, туннельдің түбіне сүңгиді. Фарид қайтадан шахтаға түскенде, камера арқылы бір құбыжықтың келе жатқанын байқайды. Бұл уақытта ештеңеден күмән жоқ Алекс пен Ясмин қонақ үйге келеді. Олар кіре берістен қыздарды көріп, достары туралы сұрайды. Гильберта оларға екеуі бағана келген, бірақ мұнда орын болмағасын басқа қонақ үйге кетті деп алдайды. Әйел өзі мен Клаудияны алып, жол көрсететін болып шешті. Аздан соң Алекс пен Ясмин әйелдердің көрсеткен жолымен жүріп, осы бір қонақ үйге жетеді. Бұл жерде олар Ива есімді жүкті қызбен танысты. Алекс әжетханаға келіп Гансты кездестіреді. Сосын байқаусызда тірілеленіп тұрған досы Томды табады. Том қашуын өтінді. Алекс дегенімен досын құтқармақ болады. Алайда тек жағдайды ушықтыратынын түсініп, қашуды шешті. Бұл уақытта Ясмин үй отағасы ұлтшыл кәрі қақбас Фона Гайслермен кездесті. Сол кезде Алекс кіріп келіп құрбысын ұстап кететіндерін айтады. Бірақ та күтпеген жерден Карл шығып, жігіттің иығынан атады, қызды қарумен ұрды. Шал екеуін де шынжырға байлауды бұйырады. Сосын Карлға қан жарату керек, сен Ясминді ал деп айтады. Карл қызды ұнатып тұрған жоқ, бірақ дәл қазір бұны ойлайтын сәт емес. Оған үйленіп, әкесінің орнын басу керек. Ганс тұтқындағы екеуін шошқа қораға әкелді. Бұл уақытта шахтадағы Фарид белгісіз тіршілік иелерінен қашып жүр. Ол бір бөлме тауып, жарықты қосқанда өзін көрсетіп қойды. Оның артынан Ганс пен Карл түсіп, бірден тауып алады. Фарид олардың бірін құлатқанымен, екіншісі келгенде қашып кетеді. Жігіт котелға тығылып қалды. Бұны көрген Ганс іштегі жылуды көтереді. Байғұс Фарид буға күйіп, тірідей балқып кетеді. Кішкенеден соң Ганс есікті ашты. Фарид тірі, бірақ та бет-аузы қатты зақымданған. Алып оны өлтіре салды.
Бұл уақытта Алекс қыздың шынжырын жардан жұлып алды, бірақ та өзінікі қанша тартса да шықпай қойды. Ол Ясминге қашуын өтінді. Сол кезде қыз тордың астын қаза бастайды. Бірнеше минуттан соң қыз жігітпен қоштасып, шұңқыр арқылы тордың келесі бетіне өтеді. Отбасы мүшелері қораға келіп қыздың жоқтығын көрді. Қайда екенін сұрағанда Алекс деп жауап береді. Шал саған әзілдегенді көрсетем деп жігіттің өкше сүйегін кесіп тастады. Енді жігіт қаша алмайды. Ясмин қонақ үйден қашып қала жаққа беттеді. Жолда көлік кездестіріп жүргізушіден көмек сұрайды. Бірақ та оның да отбасы мүшесі екенін білместен көлігіне отырады. Гьотс еш қиындықсыз қызды қайта келді және көз алдында Алексті атып өлтіреді. Оның денесін консервацияға апарады. Ясминді жуып тазартуда. Сол кезде Ева қыздың жүкті екенін байқайды. Келесі сценада Ясмин бөлмеде оянды. Оған Ева келіп, шашыңды қию керек, әкеміз қара шашты ұнатпайды дейді. Ева мұнда бала кезде тап болғанын айтты. Ата-анасы оған қайтып алып кететіндеріне уәде берген, бірақ та ата-анасы қайтып келмеді. Оларды өлтіріп тастаған болу керек. Ал қызды ұрпақ жалғастыру үшін алып қалды. Ол енді шошқа Ганстың әйелі және тоқтамастан оған бала тууда. Тек балалар үнемі ауру болып туылады. Оларды отағасынан алыс ұстау үшін шахтаға апарып қойған. Фаридті қуған мутанттар осының балалар екені белгілі болды. Ясмин неге қашпайсың деп сұрағанда, қыз бір күні ата-анасы келіп алып кететіндерін айтады. Маған уәде берді деп күтіп жүргенін жеткізді. Бір жағынан балаларын жақсы көретінін де мойындайды. Ева қызды кешкі асқа келді. Мұнда шал Гайслер отағасы қызметін Карлға беретінін айтады және Ясминді келін деп жариялайды. Сол кезде Ясмин олардың бірі болғанша өлгенім артық деп шалды тұтқынға алады. Бауырлар қару алып көздегенде шал қаруды тастаңдар деп бұйырады. Бұған қарамастан Ганс атып шалды өлтіреді, ал Карл болса Гансты өлтіреді. Ева жылап жұбайына келді. Ясмин сәтті пайдаланып қаша жөнелді. Ол лифтке келіп шахтаға қарай түседі. Бұл жерге Карл мен Гьотс та жетіп іздей бастады. Қыз мәйттер сақтайтын бөлмеге келгенде Гьотсқа ұсталады. Қыз жерден балта алып бір-екі соққы жасады. Сосын Гьотсты пиламен өлтіреді. Карл бауырының айқайын естіді. Келсе Гьотсты Еваның балалары жеп жатыр. Ясмин лифтке келді. Оны Карл қуып жетті. Жоғарға көтерілгенше қызды аямады. Енді атпақ болғанда көмекке Ева келіп оны өлтіреді. Ясмин көлікке отырды, бірақ кілт жоқ. Ол үйге оралып Алексті мәйітін көреді. Оның кілтін алып қолына дробовик ұстап сыртқа шықты. Шыққан бойда оған Гильберта мен Клаудия оқ жаудырады. Атыс кезінде Ясмин газ баллонға тигізіп жарып жіберді. Клаудия өлді, ал Гильберта тірі қалып қыздан нысанға алады. Екеуі төбелесті және Ясмин әрең дегенде әйелді өлтіреді. Қыз Еваны өзімен алып кеткісі келді. Алайда ол балаларын тастамайтынын айтып бас тартты. Көлікте Ясмин қолын ішіне қойып, қиындықтың бәрі артта қалғанын түсініп айқайлайды. Жолда қызды полиция тоқтатты және ол қолын көтеріп беріледі. Достар, осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.